Бүгін біз сіздерді Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-түрік университетімен таныстыратын боламыз. Бүгінгі видеороликте сіздерді не күтуде? Мұндағы студенттік өмірді, оқу үрдісі мен атмосфераны көрсетеміз. Ендеше кеттік! Түркітілдес мемлекеттердің ортақ білім ордасына айналған оқу ордамыз университеттердің ұлттық рейтингісінде 10-шы орынға кіреді. Талабы мол студенттерге жыл сайын оқу бағдарламалары мен шет елдерде оқу мүмкіндігі қарастырылған. Оқу ордамыздың кітапхана қорында 1 миллионнан астам отандық және шетелдік әдебиеттер, медициналық басылымдар, аудио және электронды кітаптар бар. Ал олай болса, кітапханамызға сапарымызды бастайық. Бірінші және екінші қабаттар арнайы компьютерлік құралдармен жабдықталған. Кітапхананың жұмыс уақытында студенттер келіп өз тапсырмаларын осы жерлерде орындай алады. Кітапхана құрылысы 4 қабаттан тұрады. Әр қабаттарда конференция залдары орналасқан, ал ең үлкен конференция зал 2-ші қабатта. Бұл жерде кітапханаға байланысты іс-шаралар мен жиындар өтіп тұрады. Студенттердің дәріспен шұғылдануына және тынығуына арналған коуворкинг зал да 4-ші қабатта. Университетіміздің тәрбие және мәдениет орталығы 1999 жылдан бастап жұмыс жасайды. Онда үлкен мәжіліс залында 680 орын, кіші залда 180 орынды құрайды. Мұнда университетіміздің мерекелік іс-шараларынан бөлек қаламызда өтетін әртүрлі іс-шаралар өтеді. Мұнда студенттер үшін арнайы дәріс оқылады. Университетімізге түспекші болған талапкерлер мемлекеттік грант ұта алмаған жағдайда университетімізде түрік квотасы қарастырылған. Соған сәйкес университетке түскен түлектер алдымен Кентау қаласында 1 жыл дайындық курсын оқиды, одан кейін университетімізге келіп оқуларын қайтадан жалғастыра алады. Университетімізде мамандандырылған журналистика кафедрасы бар. Журналистика мамандығын таңдап түскен студенттерге арнайы баспаханамен қатар айына 2 мәрте шығатын Яссауи университеті газеті де бар. Онымен қоса радио студиямыз бен телестудиямыз да жұмыс істеп тұр. Құрметті талапкер, сені мүмкіндіктер алаңына айналған құғытуда күтеміз. Тілімен қылышым, сауыт киген жауынгер деймін, үй қастарым найза, бір күнде соғысарын білмеген деймін. Басқа киді түйенің терісі, енді